Батыс Қазақстан облысында еңбек мемлекеттік бағдарламасы бойынша грант алған тұрғындар қаражатты мақсатсыз пайдаланған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет мамандары мұны 63 миллион теңге болатын 121 жобада заңсыздықты анықтады. Бұл заң бұзушылықтар соңғы 5 жылда аудандар мен облыс орталықтарындағы жұмыспен қамту орталықтарында тіркеліп отыр. Атап айтқанда, бір тұрғын кәсіп ашамын деп тігін машинасын, гравитациялық үтік, басқа да құралдарды сатып алу үшін 505 мың теңге мемлекеттік грант алған. Алайда қаражатты жеке қажеттілігіне жұмсаған. Тағы бір кәсіпкер шағын кондитерлік цех ашамын деп грант ақшасына пеш, тоңазытқыш, мұздатқыш және кілегей шайқағыш пен үстел сатып алған. Кейін шайқағышты сатып, қалған бұйымдарын ауыл тұрғындарына беріп жіберген. Сондай-ақ былтыр бизнесті дамытуға грант алған 59 кәсіпкер әлі күнге дейін алынған бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуын растамаған. Бұл өкінішке орай жаңа жеке азаматтар тарапынан жіберіліп отырған қателіктер, ал мемлекеттік органдар мен қызметкерлер тарапынан бұл жаңа тәуекелдің болуынан, яғни қағидалар мен ережелерде нақты қалай тексерілетіндігі, әртүрлі ақпараттық жүйелердің интеграцияның болмауы болып отыр. Қолданысы заңына сәйкес бір ай бұрын ескерту беріледі, олар гранттарын кейін қайтару жөнінде бір айдың ішінде қайтарады, қайтармағанда соттарға береді.